адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумалейкум достар, сіздер менің Қазақ Орда каналы. Видеоның басымен сіздердің тек біздің каналға тіркеліп лайк бассаңыздар болған. Достар, қолдауда болыңыздар, әрқашан сіздерден қолдау күтетін боламын. Және де алдыңғы видеода мен өзім туған күнім жазған едім. Сіздерге көп рахмет. Шыны керек, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін жігер берді. Сіздерді тілеген тілектеріңізді өздеріңізге тілеймін достар. Өздеріңіз де бақытты болыңыздар, тоқтамаңыздар, барынша енді сол маған тілектеріңізді рахмет етейін деген сіздерге ойым. Сіздерге рахмет, көп барынша қолдап жатсыздар. Сіздер үшін рахметім шексіз. Енді сіздерге өздеріңіз білесіздер, Қазақстан премьер-лигасы басталады осы апта. Және де қай команда чемпион болады деп ойлайсыздар? Өз ойларыңызды жазып жіберіңіздер. Және де қай клубқа жанкүйер боласыздар? Және бүгін бізде FIFA Mobile-дан екінші аккаунтым бар еді. Бір құттай ашып қойдым, енді шыны керек бір пактар көп болсын деген сияқты қалап, сондықтан осылай ашып қойдым. Және де бұл екінші аккаунтты ашқаныма бір 2 аптадай болған шығар. 2 аптада енді ешқандай ойыншы өзгерткен жоқпын, ешқандай нелер шыққан жоқ. Алдыңғы пактардың бәрін аштым, өздеріңіз білесіздер, Коман Недели болсын, Тоти болсын. Сондықтан да оның алдында осы составпен ойнай бердім. Просто так ешкімді өзгертіп салған жоқпын. Және де жақсы ойыншыларды алған едім, Пелені алдым, көмет. Сондықтан солардың бәрін қоятын боламыз. Енді бұл жерде көреміз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, бұл жерде бірден тактиканы өзгертетін боламыз. Составымды бірден көтерем қазір. Және мен бұл жерде 2 шабуылшы керек бізге. Бізге 2 шабуылшы керек. Бұл тактика широконы қоя алмаймыз. Бұл жерде де үйлеспейді атака. Және кім бар бұл жерде? Ойыншылар тактика 4-2-4-ті қояйық. Әзірге болатын тактика бұл әзірше. Және бұл жердегі ойыншылар бірден правида Кулисевский шыққан еді. Кулисевский қателеспесем. Және бұл жерде Анриді енді менде кім қайда? Месут Өзил бар. Месут Өзилді өзгерткім келмейді. Осы ойыншыны алып қойған едім. Және Пелені қоятын боламыз. Қазіргі уақытта ең қымбат, ең үлкен рейтингті ойыншы бізде Пеле. Және бұл жерде кім бар? Габриэл Жесус или Потрагян қоямыз ба? Бұл жерде жақсы екен. Скоросты 117. Және бізде жоқ, Габриэл Жесус жақсы. Бірден Габриэл Жесус қояйық. Арсеналдың фанаты болғаннан кейін. Және Нуси деген ойыншыны қойғым келіп тұрған жоқ. Бұл жерде кім бар бізде? Кім бар еді ойыншылардан өте шабуылшы араласатын? Персич бар, Персичті қоя берейік. Жалпы позициясы тем более үйлесетін ойыншы. Және бізде Энзо Фернандес шыққан еді. Энзо Фернандесті қоямыз. Бірден состав 100 болды. Міне көрдіңіздер ғой. Дамуға мүмкіндік бар достар. Енді бастап жатқан жандар болып жатса, дамып қалыңыздар қазір уақытта. Және де жақсы состав құруларыңызға болады. Қазір ойыншылар арзандады. Өте жақсы керемет ойыншылар бар. Өзіңіздің клубыңызды жинап алуыңызға болады, жанкүйер ететін. Және Зулені қойдық бұл жерде. Шоулар шыққан еді. Шоуды қоймай қойық. Әзірге Коман Неделінің ойыншылар бір керім алып батқан ойыншылар емес. Міне состав осы кішігірім. Және бізде левый-защитниктерден ешкім жоқ екен. Алып батқан ойыншыларды осы ойыншы қалай беретін шығар. Қалғандар осы алдыңғы событияның ойыншылар еді. Және бізде қақпашы қалды. Бұл жерде Трап шыққан еді. Трапты қоятын боламыз. Енді көбіңіз айтатын шығарсыздар, бұл ойыншылар неге қойып жатсың деген сияқты. Кішігірім енді ойын жағы өзгерсін, жаңа ойыншылар қойылсын деген оймен қойдым. Және де бізде сыгрансы өте төмендеп кеткен, 72-ге көтерілді. Енді бастапқысында енді сыгрансы ойнамау керек. Және осы бізде Василий Навыковты жұмсайын десем, олар әзір жұмсамай қойын. Себебі Донатс даму өте қиын, қазір көтергенмен ол ойыншыларды ауыстырып жіберуім мүмкін. Әзірге болады. Пелелерді қойды. Пеленің енді статистикасы базар жоқ. Шыны керек шабуылшы ретінде алдым. Кейбір жандар жазып жатыр екен, өзің цапты аламын деп неқыр шабуыл жатсың. Бұл екінші аккаунтым достар. 2 аккаунт бар, сондықтан да түсіністікпен қараңыздар. Өте жақсы ойыншылар жинақтадым.
шыққан пактар дегенім ғой осы. Шыққан пактардан жасақталған состав. Ең мықтысы енді Пеле қосшың керек. Пелемен ойын жүреді. Және де бұл жерде біздер Division Rivals-та ойнайтын боламыз осы составпен бірден атака. Және де менің енді қарсыластарым өте төмен болуы мүмкін. Ол да бар. Өте төменгі рейтингті ойнау. Бұнда бірден Division Rivals ойнайын десем, бұл жабық әзірге. Ешқандай бұл жерде ойнаған жоқпын. Сондықтан да ашып ойнап көрейік. Может быть, жақсы ойыншы шығып кетер. Жақсы ойыншылар шығып кетер. Дамыған жандар бар шығар. Бұл жақта да ойлаймын. Ал кеттік. Қарсыласымызды іздеп жатырмыз. Кім шығар екен? Бұл жерде дамуға болады, достар. Қазір ойнасаңыздар, енді Пелені ала алмайсыздар. Бірақ енді басқа ойыншыларды. Роналдо, Месси дегендерді енді бірден бермейтін еді баяғыда. Қазір жақсы мүмкіндік бар. Сондықтан алып алсаңыздар болады, бірден кіріп. Мына жерде енді Озил тебеді. Озилдің жанкері болғаннан кейін бір жағынан жанкер емес, енді фанат деуге болмайды. Бірақ әйтеуір Озилдің ойыны ұнайды. Бұл жерде Жасустың соққысы алыстан өте жақсы. Габриэл Жасус 3-1 уже екінші голын соғамыз. 4-ші гол уже. Тағы голдарды көреміз. Жақсы ойыншы команда жасақтадық. Міне өте жақсы. Енді осы Division Rivals-та көтеріп алу керек бізге. Жасус өте жақсы, өте керемет. Енді бұл ойыншыларды сатайын десем, сатылмайды ешқандай жерге. Әзірге енді рынокта өте көп бағасы және де сапасы саны жағынан өте көп ойыншылар. Бұл жерде қателік. Пеле әлі араласқан жоқ шабуылға. Энсо Фернандес көтерді. Бірақ қисықтау көтерген екен. Бұл Жасус тоже өте керемет. Енді осы ойыншыларды сатайын десем, бірақ мүмкіндік өте аз болып тұр. Бас береміз, бірден басы шамалы. Әзірше составымда тұра тұрсын деген оймен қойып жатырмын составқа. Бірден өте жақсы. Сондықтан да ойыншылар басқаларына аранда енді болады. Сатып жіберіп басқа ойыншылар алуға болады еді, оны басында жасауым керек. Бірақ қазір енді болмайтын нәрсе болып тұр өкінішке орай. Сондықтан да қазіргі ойын бастасаңыздар бірден сатып алуға болады. Рынокта өте көп ойыншылардың бағасы бірден. Жеңдік. Енді наградаларды алатын боламыз. Бұл енді басында алған наградалар. Любитель дегендерден көтеріліп жатыр. Жақсы, бұларды көрмей ақ қояйық. Тоже керек емес нәрселер. Бұл тоже керек емес. Бұларды алып қалайық. Міне бірден көтерілді. Және рынокта енді бұл равный играларды ашып жатыр. Рынокта көрсетейін сіздерге. Енді ең бірінші бұл жердегі ойыншылар. Қараңыздар, өте көп. Сата алмаймын бұл ойыншылар. Бұл айтқанда әзір 9 миллион, 7 миллиондай тұрады. Сондықтан бұл ойыншыларды енді составқа қойып жатыр. Несі де бар. Көрдіңіздер, рынок сіздерде де сондай ма? Или серверге байланысты ма деп ойлаймын. Мына қараңыздар, ешқандай ойыншы сатылмайды уже. Рынокта өте көп. Осыны енді e-sport түзеу керек. Қалай солай білмеймін. Мынау енді монета табу өте қиын. Енді бірден мыналарды қалай сатасың? 500-ге. Сондықтан да керек емес. Ешқандай ойнамайды ол сатқанмен де. Сондықтан да осы достар әзірге составқа қойып жатқаным бірден ойнап қалайын деген ойым ғой. Осылай достар, видео түсірдім сіздер үшін. Енді сіздерден де қолдау арна жазылып лайк бассаңыздар болғаны, достарыңызға таратыңыздар және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.